Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Биылғы жылғы 7 сәуір мен 7 мамыр аралығында біздің кітапханамызда қорғаныс, бұқаралық және әскери патриоттық жұмыстар айлығы өткізіледі. Іс-шараның мақсаты өскелең ұрпақтың бойында қазақстандық патриотизмді дамыту, халықтың азаматтық сезімдерін қалыптастыру, өз еліне деген сүйіспеншіліктің тәрбиелеу, өз халқының тарихына деген құрмет сезімін ояту. Қазақстанда 7 сәуір ерлік күні. Атаулы күн 1995 жылы дәл осы күні таджик ауған сыртқы шекарасын қорғап, ерлікпен қаза тапқан ішкі әскердің 17 жауынгерлерінің құрметіне қойылды. Айта кету керек, 1993 жыл мен 2001 жылдардың аралығында оңтүстік шекараны 10 мыңнан астам қазақстандық азамат қорғап, әскери қақтығыстарда 50-ден астам қаза тапты және 300-ге жаралған болатын. Қазақстандық батальонның сарбаздары тәуелсіз мемлекетте достығы сыртқы шекарасының таджик ауған бөлігін ерлікпен күзетті. Боздақтарымыздың мемлекетіміздің қауіпсіздігін сақтау жолында қаза болды. Олар біздің бейбітшілігіміз бен тыныштығымызды қорғады. Қанды шайқас 7 сәуірдің тамында Памир тауының етегінде Пішхаур шатқалында болды. Қазақстан батальон сарбаздары жауынгерлік тапсырманы орындауға жолға шығады. Келе жатқан автоколонна аяқ астынан жаудың шабуылына тап болды. Көзді ашып жұмғанша қиян кеске ұрыс басталды. Биік таудың үстінен маджахеттердің жаудыраған оқтары атылды. 5 сағатқа созылған ұрыста қару-жарақтардың дауысы толыстаған жоқ. Ауаға тараған оқ дәрі мен күйіктің иісі таудың ортасына алып тұрды. Шаршап, шалдыққандарына, жаралы болғандарына қарамастан, сарбаздар жаумен жан аямай шайқасты. Сол жерде 17-сі қаһармандықпен қаза тапты. Ер салмағына ел көтеріледі, ел салмағының жер көтеріледі. Демекші, бүгінде елімізде жауынгерлерді еске алу шаралары өткізілуде. Қанды қырғын болған күніне биыл 26 жыл толсады. Жас сарбаздардың батырлығы тарих беттерінде мәңгі қалмақ. Олар нағыз патриоттар. Бүгінгі іс-шарамыздың атауы отанды қорғау құрметті іс. Кітапханамыздың қонағы Қарағанды қаласы бойынша таджик ауған шекарасындағы әскери іс қимылдарға қатысушылар мен ардагерлер одағының төрағасы Нұрболат Аяғанов пен және Айтқалиев Манарбек бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Бүгінгі таңда сіздер өскелең ұрпақтың бойында қазақстандық патриотизмді дамытуға, тәуелсіз Қазақстанымыздың батырларының ерліктерін насихаттауға үлкен үлестеріңізді қосудасыздар. Жалпы, отанды қорғау құрметті іс ұғымы неде? Отанды қорғау ұғымы әрине ол отан сүйіспеншілік. Жүрегіңменен, толығыменен елдің тыныштығы үшін, жеріміздің тыныштығы үшін, қауіпсіздік үшін өміріңді беру, ол даяр болу деген сезім. Отан сүйіспеншілік деген ол өз жеріміздің қауіпсіздігіне барша күшін салып, кезіндегі 90 жылдардағы болған оқиғаларға байланысты бүгінгі күнді біздің 17 сарбазымыз қаза болған,
ерліктің үлгісі болып есептеледі деп ойлаймын. Өйткені бүгінгі күнде сол қаза болған сарбаздарымызды естерімізге алып, өзіміз сол жақтағы Тәжік-Ауған шекарасында да өзіміздің әскери борышымызды орындадық. Отан деген біз үшін, әрбір ардагер үшін өте маңызды. Жалпы өз басымыздың өмірімізден де қымбат деп есептеймін. Нұрболат, жауабыңызға рахмет. Айта кететін, сол соғыста жерлесіміз Еркебұлан Макажанов та ерлікпен көз жұмған болатын. Боздақ Жанарқа ауданы Түгіскен ауылында 1975 жылы 3 қазанда дүниеге келген. Мектептен кейін әскер қатарына шақырылған. Бозбала Шымкент қаласындағы орналасқан 6506 әскери бөлімге түседі. 1995 жылдың көктемінде Тәжік-Ауған шекарасына жіберіліп, ерлік көрсетеді. Оның есімін мәңгі есте қалдыру үшін 2009 жылы білім алған мектебінде ескерткіш тақта ашылды. Ауылының бір көшесіне де есімі берілді. Туған үйіне ескерткіш тақта орнатылған. Осы барлық іс-шараларға өздеріңіз белсенді қатысып, сіздермен бірге мен де барып қайтатын болған сол ауылға. Бұл осыдан 26 жыл бұрын талай ана мен әкені баладан, бауырдан айыру, барша елдің қабырғасын қайыстырған қаралы күн еді. Олар от пен оқтың ортасында жандырып, шүберекке түйіп, антына адал болған сарбаздар. Олар о кезде жастары небір 18-19 жаста болған. Қолдарында енді ғана қару алған жас сарбаздарды үлкен сынақ күтіп тұрған еді. Осы 17 ер азаматтарымыздың өмірі, 17 арман, 17 ананың көз жасы, осы жауынгерлердің ерліктері туралы не айтуға болады қазіргі жас буынға? Қазіргі жастарға әрине бірінші кезекте сана сезіміне тоқып дұрыс түсіну, отан деген. Содан кейін жас өспірім ұл балаларға өз алдына бірінші кезекте мақсат қою, әскер қатарына барып өз қызметін атқару, елінің қауіпсіздігі үшін, жердің бүтіндігі үшін өзіне мақсат қойса, мен міндетті түрде әскери қатарында өз борышымды атқаруым керек. Ер азаматпын дегендей патриоттық сезімді болу керек, елін, жерін сүю керек, оқып білімді болу керек. Әрине 90 жылдардағы өтілген қанды шайқастар қайталмасын деп тілейміз. О кездегі 92 жылдан бастап 2001 жылға дейін Қазақстан сарбаздары мен офицерлердің саны 9635. Сол жылдардың арасында өз әскери борышын атқарды. Сол енді өкінішке орай 46 сарбазымыз, офицерлеріміз қаза болды сол жақта. Енді бүгінгі күнді 7-сі күні нақты сол 17 сарбазымыздың ерліктің үлгісі болатын деген күн. Бізді бүгінгі күнді өзіміздің ардагерлер одағымыз бар, жеке құрам атқыштар батальоны. Жастарға үлгі болуға, ақыл айтуға тырысамыз. Мектептерге де барып, әрбір әскери бөлімдерге де барып, іс-шараларға қатысып, патриоттық сезімді дамыту үшін Қазақстанның мемлекетімізде нақты сарбаздары әскери қатарына барсын деп, сондай біз үйретуіміз, өзіміздің білгенімізді, көргенімізді, тәжірибемізді айтып болсын, соны үйретуге тырысып жүрміз. Жауабыңызға рахмет. Бүгінгі отан қорғаушылар мектебі, ол мемлекетіміздің әскері. Біздің жас буын оқырмандарымызға қарулы күштері және әскери қызмет туралы баяндап берсеңіздер. Қазіргі таңда тәуелсіз алғанда қарулы күштеріміз қандай?
Әрине қарулы күштерімізге бүгінгі күнді жақсы дайындықта деп айталуға болады. Өйткені бұрынғы кездегі, мынау СССР кезіндегі құлап жатқан кезде әрбір мемлекетке қиындау түскен. Ал бүгінгі күнді әскери бөлімдеріне барып жүрміз. Өте биік деңгейде дайындалған. Әрине міне бүгін ғана 65-05 әскери бөлімінен келіп отырмыз. Жаңағыда бүкіл сарбаздардың барлықтарын дайындықтарын өте биік деңгейде бағалап келіп отырмыз. Үлкен рахмет. Енді бүкіл Қазақстанның сарбаздарына барлықтарына зор денсаулық. Бізді ардагер бола тұра барлықтарымыз бүгінгі күндегі сарбаздарға, қызметін атқарып жатқан сарбаздарға зор денсаулық тілейміз. Әскери тәртіп үлкен деңгейде жүрсін. Біз оларға үлкен рахметімізді айтамыз. Өйткені бүгінгі күнді мемлекетіміздің қауіпсіздік үшін тосқауыл болып, әрбір жаманшылықтың алдында бірінші кезекте тұрған осы сарбаздарымыз. Енді әскер алдындағы жастарға оралсақ, оларға не айта аласыз? Әскерге бару керек па? Әрине, енді бүгінгі күнді мынау әскерге шақыратын кезеңде де балалар, жас балаларда әрине бар. Өйткені әскерге бармайтын, өздерінің басқа мамандыққа баратын, әскер дегеннің текке уақыт өткізем дегендер жастар болады, табылады арасында. Сондай жастармен кездесу өткізіп, дұрыстап, толықтап, түсіндіріп, айтып беруге тырысып жатырмыз. Әрбір азамат біріншіден ер азамат болып туылғаннан кейін бұл дүниеге келген соң. Оның бірінші борышы бар, ол мектепті жақсы оқып бітіру. Ал ең маңызды борышы ол елдің алдындағы өзінің әскери міндетін орындау. Ол ер азамат елдің қорғанысы. Сол үшін ең бірінші кезекте ол әскер қызметін өтіп, әскерге барып, қарудың тәсілін білу керек. Қарумен әрқашанда дайын болу керек. Кез келген уақытта мемлекетін қорғауға. Сол үшін жастарға беретін ақылымыз сол, әскер қатарына барып, сарбаздық міндетін орындау. Жалпы әскер қатарында жүрген сарбаздар күнде қару ұстап қолдарында отанымыздың тыныштығын, еліміздің тыныштығын қорғап жүрген сарбаздарды өз отанның патриоты деген атқа сай ма? Әрине, отанның патриоты, патриоттық сол ер балалардың біріншіден патриоттық деген сезімнің өзі түсініктемесі өте үлкен, өте кең. Патриоттық деген сезім ол отанды қорғау ең біріншісі. Ең бірінші патриоттық деген сезім ол отанды қорғау, халықты қорғау, жерді қорғау. Сол енді осы түсінікке қарасақ, онда ең бірінші қатардағы міндет әскери қызметті атқару. Бүгінгі күндегі әскери қатарында жүрген сарбаздарға, офицерлерге үлкен рахметімізді айтамыз. Елдің тыныштығы сол кісілердің мойнында бүгінгі күнде. Әрине ол сарбаздарға зор денсаулықты тілейміз, ақыл сана берсін, патриоттық сезімін дамыта берсін, өзінде жүрегінде сана сезімінде елім жерім деген түсінік болса, бізге де уайымдамай тыныш өмір сүруге болады. Көптен көп рахмет. Құрметті ардагерлер, алтын уақыттарыңызды бөліп, Қарағанды қаласының Әуезов атындағы оқырмандарымызға, атындағы кітапханамыздың оқырмандарымызға патриотизм, отан қорғаушылар, тәуелсіз Қазақстанның батырлары туралы ой пікірлеріңізбен бөліскендеріңізге алғысымыз шексіз. Бүгінгі атаулы ерлік күні құтты болсын. Жақсы, онда сіздер рұқсат етсеңіздер, міне тағзым кітабы, кітапшасы, бұл жерде нақты қаза болған біздің 17 сарбазымыз туралы толықтама мәлімет жазылған. Осы біздің ардагерлер одағымыздың атынан сіздерге кітапханаларыңызға осы тағзым кітапшасын сыйлауға рұқсат етіңіздер. Рахмет.
міндетті түрде біз осы Қарағандының жастарының арасында осы кітап бойынша үгіт насихат жұмыстарын өткіземіз. Сіздерге тағы да бір алғысымызды айтып, оқырмандарымызға сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы болсын. Рахмет барлықтарыңызға.